Өмірдегі жол қателері мол, қатеңді түзету ұят емес. Істе адал бол, өмір заң сол, әділдік күзету ұят емес. Өмірдегі жол қателері мол, қатеңді түзету ұят емес. Істе адал бол, өмір заң сол, әділдік күзету ұят емес. Сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге қайтадан ұят емес подкаст бағдарламасы. Және бүгін сіздермен бірге жүргізуші Танчо және Шакон. Бүгінгі біздің қонағымыз Футбол сүйетін жанкүйерлеріміз үшін, немесе көрермендеріміз үшін өте ерекше қонақ болғалы отыр. Бүгінгі біздің студиямызда қонақта Рысбеков Бағдаулет. Бағдаулет, қалыңыз қалай? Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Шүкір, жақсы. Барлығы шақырғандарыңызға рахмет. Барлығы жақсы. Керемет. Жалпы біз сұхбатымызды бастасақ, өзіңізді еркін сезініп отыра берсеңіз, ашық, барлығы бізде. Жалпы өзіңіз туралы кішігірім тыңдармандарымызға, немесе көрермендерімізге айта өтсеңіз, таныстыра өтсеңіз өзіңізді. Есімім Бағдаулет Рысбеков, жасым 27-те. Қазіргі таңда футболдан бапкермін. Керемет. Бұған дейін футбол ойнағанмын. Қазіргі таңда 10 мыңға жуық жастарды спортқа баулығым келеді. Мәссаған. Қазақстанда үздік футбол маманы болғым келеді. Керемет. Жан-жақты. Құдай қаласа, Құдай қаласа. Керемет. Бағдаулет, тағы да қош келдіңіз. Ал сіз туралы енді біз зерттей келе көптеген мәліметтерге тап болдық. Енді сұхбатымызды бастасақ, ең алғашқы сұрақ ретінде сіз футболға алғаш қалай келдіңіз? Содан бастасақ? Футболға енді былай айтады ғой, жаңағыдай. Дворовой футбол, ауладағы футбол дейді ғой. Бәріміз солай көшеде ойнап жүрдік. Көшеде ол кезде жаңағыдай сала дейді, сондай ойындар бар, енді жігіттер көріп отқан, Құдай қаласа көретін жігіттер болатын. Сала, сондай 301, сондай одно касание деген ойындарды көшедегі үлкен ағаларымызбен ойнайтынбыз. Ол кезде енді ол ағаларымыз 90-шы жылғы, дәл солай, жаңағыдай көршілердің үйіне терезесі сындырып деген сияқты. Сөйтіп жүрген кезде сол көрші ағалар дейді ғой. Ағаларымыз айтты, сен осылай футболға барсай деген сияқты. Солай бір 3-ші классымда бардым ғой деймін. 3-ші классымда Металлург дейтін стадионға. Керемет. Алғашқы бапкерім Ескендір Геймат деп осы жерде. Ескендір ағайды айтып қояйын. Айта кетсеңіз болады. Жалпы футболшы болу үшін сізді не итермеледі, немесе кім себепкер болды деп айтайыншы сізге. Және де сіз қай кезде сіз нақты футболшы болам деп шешім қабылдадыңыз? Енді бапкерлікті қоя тұрсақ, сіз футболшы бол. Енді менде қазіргі жас балалар сияқты жаңағыда ауладан бастадық деп жатырмын ғой. Солай басталды, ағаларымыздың қолдауымен футболдарға бардық. Футболдарға барғаннан кейін 1 ай, 2 ай, 3 айдан кейін жаңағыдай бапкерлердің қолдауын сезе бастағаннан кейін футболда бір нәрсе істей алатынымызды түсіндік та, ары қарай футбол жалғаса берді солай. Одан кейін мен де басқа қазіргі футболшылар сияқты үздік футболшы болуды армандадық, мақсат қойдық. Нақты не итермелегені жаңағы үйдегілердің қолдауы бар, спортпен шұғылдан, спорт көп нәрсеге көмектес деген үйдегі әке-шешеміздің сөзі. Солай. Керемет. Енді осы сіздің футболшы кезіңізден, кәсіпқой ойыншы кезіңізден ең есте қалып кеткен бір сәтті айта кетсеңіз? Енді кәсіпқой футболшы дейді, жаңағыдай бізде футболда бөлінеді. 2-ші лига, 1-ші лига, жаңағыдай юношеский сборный, молодежский сборный деген сияқты. Менің енді өзімнің мақтанатында, жаңағыдай есте қаларлықтай футболда өткізген сәттерім ол ұлттық құрамада және ордабасы жастарында ойнаған кезім. Күшті, ессіздік кеші барлығын ақтарып, кәдімгі зерттеп. Солай, ұлттық құрамада юношта ойнаған кезім. Солай. Және де жаңа айттым ғой мен сізге, сіз бапкерлікте бапкер болып та жүрсіз, қазіргі таңда футболды қойып бапкерлікке көштіңіз деп айтсақ та болады. Футболшы қасиетіңізді, немесе және де сол бапкерлікке көшуіңізге не себеп болды? Неге бапкерге көшіп кеттіңіз? Жалпы былай, бұл нәрселерді енді менен сұрайды көбісі. Осы жерде айтатын сәт туып тұр. Честно айтайын, қалай болды, бәрі сұрайды. Көбісі айтады, жаңағыдай травма болдым, жарақат алдым, немесе жаңағыдай айта берейік, мен бәкем болмады, мен сәкем болмады деп айтып жатады біреулер. Өте дұрыс.
Мен де олай емес. Мен жастарға айтатыным, шын мықтыға тұсау жоқ. Егер де сен бір басы мықты болып тұрсаң, егер де мен сол кезде бір басы мықты болып тұрсам, неге мен алмайды? Өзімізде қазір бапкер болып ол нәрселерді түсініп жатырмыз. Ол кезде мен 2019-да Ордабасыда жастар құрамасында ойнап, Арыс футбол клубына ауысқан кезім. Арыс футбол клубында ойнап жатып, қызықты сәттердің бірі Арыс жарылды. Арыс жарылған кезде мен сол жақта едім. Арыс жарылғаннан кейін 2-3 айдан кейін біз Қостанай қаласына жаңағыдай автобуспен баратын болдық. Пойызда билеттеріміз. Арыс жарылғаннан кейін сол жерде бір нәрселер болды. В общем, Қостанайға барғанша ойландым. Жаңағыдай қалай болып жатыр деген сияқты. Енді ол жерде командада менен үлкен де футболшылар болды. Мен ол кезде жасым 20-да болатын болса, 25 жастар, 28 жастар үлкен футболшылар болды. Сондағы жаңағыдай алатын айлығымыз 100 мыңның айналасы. Сонда мен қазір 2-ші лигада ары қарай 1-ші лигаға, премьер лигаға қарай өтпесем, мен де 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін осылай 100 мың теңгеге ойнап жүремін ба деген сұрақ өте мазалады мені. Содан кейін сол жүрген кездерде сондай шешімге келдім. Бапкерлер ауысты, кішкене аз ойнай бастадым. Одан кейін жаңағыдай бапкерге тікелей сұрақ қойып, осылай өзің сұрайсың ғой, жас емессің ғой уже. 2-ші лигада жаңағыдай тренерлер ауысып кеткеннен кейін, аз ойнай бастағаннан кейін тікелей сұрақ қойып, сол түні киімдерімді жинап, заттарымды жинап, Арыстан Шымкентке қайтқан болатынмын. Ең қызығы жаңағыдай футболшыларда көбісінде болады. Енді біз көбінесе кішкентайымыздан жаңа айтып жатырмын, 3-ші классымыздан футбол ойнадық. Үлкен жаңағыдай 10 жыл, 15 жыл футбол ойнағаннан кейін ешқандай жұмысқа бейім болмайды. Көбісінде жаңағыдай адаптация болмайды келесі жұмысқа. Ал мен ертесі күн азанда бапкерлікті бастап кеттім. Түнде мысал үшін келсем, ертесі күн азанда бапкерлікті бастап кеттім. Мотивация толып тұрды ғой ішіңізде. Иә, жаңағыдай енді бір нәрсе істеу керек, ары қарай бастау керек. Ол мені футбол ойнатпады, жаңағыдай анау да мынау деген әңгіме не қылам. Ол сенің қапагершілігің, бір нәрселерің ол ешкімге қызықты емес. Әрине. Сондықтан да солай тез бастап кеткенім бар. Және бапкер ретінде өз ойыңыз айтыңызшы, Қазақстанда жас клубын, жастар футбол командасын дамыту үшін не жетіспейді? Жастарды, осы жасөспірімдерді футболға шақыру үшін қандай мотивация берер едіңіз? Жалпы Қазақстанда футболды дамыту үшін деген сұрақтарда өте керемет. Жоқ, бәке-сәке болғанда енді бұл сұрақты бүкіл жерде менен де таныстарым бар, достарым бар. Қазір анада үлкен пабликтердің бәрі салады. Қазіргі Қазақстанның футболынан Қазақстандағы жаңағыдай пабликтердің жаңағыдай бар ғой, подкасттар, Ермұхамед Мәулен деген сияқты, Әлібаев. Иә, сол кісілердің подкасты қызық болып кеткен сияқты деген сияқты әңгіме болып отыр ғой. Жалпы футболды қалай дамытамыз? Менің ойымша енді өз жеке пікірім, ой өзгеруі мүмкін дейді ғой. Бірақ дәл қазіргі сәтте жастарымыз өте көп футболға қызығып жатқан. Оның бірден бір себебі мынау 2023 жылы біздің Шымкентімізді айтайын, Ордабасының Қазақстан чемпион болғаны, жастарымызды Шымкенттің футболын былай бір көтеріп қойды. Одан кейін қазіргі таңда мынау Дастан Сәтбаев деген естіп жатқан шығарсыздар. Одан кейін мынау Темірлан Анарбеков Қайрат сапында өздік өнерімен көзге түсіп, қазақтар, именно қазақтар осылай көзге түсіп, европалық алаңдарда көзге түсіп жатқаны біздің жастарымызға ол керемет мотивация. Ал қалай дамыту, қалай өсіру деген жағы бойынша, қазір енді Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев еліміздің басшысының өзі қазір тапсырмалар беріп жатыр. Мына футбол мектептерін жекелендіру деп. Мен солай ойлаймын, жекелендіретін болса, бір үлкен кәсіпкер адамдар келіп алатын болса, оған өзінің командасы ретінде қарай, алған ойыншыдан беретін айлығын деген сияқты дұрыстап келсетті, сонымен бұл айтқанда жауабы болады ғой. Мен ойлаймын, осылай дамытуға болады.
жекешелендіріп жатқаны қазіргі өте жақсы деп ойлаймын. Жұмыс істегенді сүйетіндер жұмыс істейді деп. Ал жаңағыдай сын эмоцияға келетін болсақ, мен енді осы футболшыдан өтіп бапкерлік саласын бастадым. Одан кейін жаңағыдай қосымша мынау енді әлеуметтік желі, енді әлеуметтік желіден де жаңағы қарадық, іздендік деп жатсыздар ғой жаңағыдай. Сол әлеуметтік желіні жүргізіп бастаған кезде болды менде сындар, пікірлер, Бағдәулет осылай. Хейт болды. Жаңағыдай инстаграмный тренер Бағдәулет деген сияқты әңгімелер болды. Бірақ оның бәрінен өттіп келе жатырмыз. Әлде де енді сындар болады. Енді ол жаңағыдай керуен көшет дейма, қалай еді, бір мақал бар ғой. Сондай мақал. Керуен көшет, жаңа біреулер үрет деген сияқты. Керуен көшет. Ит деп айтқым келмегені ғой сол. Сондай ғой енді. Жалпы солай. Өтіп жатырмыз бәрінен. Жаман емес, ешқандай жалбы жоқ, ешқандай реніш жоқ, бәрі жақсы. Арманды мақсат ретінде қойып алғаныңыз соншалықты өзіңіздің бапкер ретінде өзіңіздің жеке әдістеріңіз де бар екен. Мысалы осы доп әуелетіп тебу әдісі туралы айта кетсеңіз, ол қалай ойыңызға келді? Өте белсендісіз. Және одан бөлек оны бірден іске асыра алдыңыз ба? Қиындықтары жөнінде айта кетсеңіз? Енді керемет сұрақ. Енді әуелетіп доп тебу дейтін, мен осы әуелетіп доп тебуді 1 жыл бұрын 29 қыркүйек деп кеше соткама числоға қараймын. 29 қыркүйек болып ыстық болып тұрды андай, сөйтсем айтқанбыз ғой, былтыр бір 3-4 ай бойы дайындалғанбыз, құдай қаласа күзде болады, 29 қыркүйек болады, міне әуелетіп доп тебуге келіңдер деп. Содан есімде қалып кеткен екен. Жалпы әуелетіп доп тебу деген нәрсені жаңағы бір спортшымыз 7994 рет теуіп әуелетіп доп тепкен кезде 1001 түн студиясына осылай қонаққа шыққанбыз, тікелей эфирге. Сол кезде айтқан болатын, жалпы 2 жыл бұрын бір Шымкентте массовка болады. Турниктен жарыс болып жатыр. Сол жерде енді массовкаға бізді нап жіберді деп андай қапа болып тұрсам болады. Енді бізде сондай нәрсе бар ғой, білесіздер ғой енді. Бірақ мен ана жерде бардым, турниктен жарыс болып жатыр. И адамдармен танысасың, сөйлесесің, ана жерде бір ой келді. Осындай турниктен жарысты не үшін мен өзімнің саламда ұйымдастырмасқа деген ой келді. Сол жерде 1 жыл бұрын әуелетіп доп тебу болса, ана ой 2 жыл бұрын келген. Содан енді достарым білет, жақындарым білет, айтып жүре бастадым, үйсем қалай. Менде басында бір сороконожка, бутсы деген футболшыларға сондай не қылып, немесе бір 50 мың шығар, енді максимально бір 50 мыңға бір 50 баланы жинап бірінші орынға жарыстырып жіберемін деген ой болған. Әрине, қызықтыру мақсатында сондай нәрсе болған. Одан кейін уақыт өте келе iPhone 11 телефон ойнатамыз деп жарнамалап, бағанағыдай әлеуметтік желіге сала бастадық. Оны бағанағыдай іздендік. Бір өздеріңіз сияқты үлкен тәжірибелі журналист әпкелеріміз бар, солармен набивание дейді оны, жонглирование. Соның қазақша атын іздестірдім. Оны ең дұрыс шешім деп әуелетіп доп тебу деп қойдық. Солай. Спонсор өзіңіз ол кезде? Ол кезде біріншісінде спонсор болғанда енді ол жерде әрине жаңағыдай ағайларымыз жан-жақтан бағанағыдай, енді мен бағанағыдай әлеуметтік желіге салып не қылып атқанымды көріп, жаңағыдай менің атымнан 100 шоколад, менің атымнан қолдауларын білдіре бастаған достарым бар, сол жерде ағайлар бар, бәріне рахмет айтамыз. Бірақ былай енді. Сіз одан кейін керісінше тағы да оянып кетесіз. Общий расходты жаңағыдай өзімнің қалтамнан шығарғаным рас. Керемет. Жалпы әуелетіп доп тебудің психикалық немесе техникалық артықшылықтары қандай? Сіз оны байқадыңыз ба? Жалпы әуелетіп доп тебу деген жаңағыдай бағана айтып жатсыз ғой, футболда өзіңіздің әдістемелеріңіз де бар екен деп. Енді ол әуелетіп доп тебу деген негізі футболға қатты бір қатысы жоқ. Футболда әуелетіп доп тебуді қатты керегі жоқ негізі. Оны әуелетіп доп тебе алмайтын да футболшылар бар негізі. Бірақ ол нәрсе жаңағыдай набивать ету, әуелетіп доп тебу деген
баланың техникасын. Қазір өзіміз істепсек, өзіміздің де допқа деген жаңағыдай набивание техниканы арттырады. Сол үшін ол өте пайдалы. Және бағанағынан, мысал үшін мен әуелетіп доп теуді 3 ай бұрын, 4 ай бұрын хабарладым. Ол турнирге дайындалып күніге азында доп тепкен балалар бар. Бағанағы жарысқа. Еңбектеніп, 3 ай, 4 ай бойы ол бала әуелетіп доп тепті. Және өзінің техникалық шеберлігін арттырды. Техникалық шеберлігін арттырды дегеніміз, ол өзінің футболға қатысатын бала болса, тренировкада ол өзін доппен еркін сезінеді. Ол уже техничный бола бастайды. Ал техничный бола бастаса, ол пастарды ровно береді, голдарды көбірек салады деген сияқты артықшылықтары бар. Әрине ол бір шетінен қаламыздың, Қазақстанымыздың мынау массовый спорт, балаларды темекі шегу, бағанағыдай басқа нәрселерден аластатыңдар, спортқа шақырыңдар деген жалпы еліміздің басшысының өзінің тапсырмасының бірі деп білем. Енді одан кейін тағы да бір рет ұйымдастырып, 2 рет ұйымдастырдық. Ол кезде жаңағыдай Арман Пірманов дейтін блогер ағаларымыз өзінің қалтасынан iPhone 15-ті әперіп, екіншісінде бағанағыдай чемпион атанып, солай жаңағыдай 1001 түн студиясының қонағы болуға дейін барғанымыз бар енді, ол рас. Соны айтып бітіре сән дейсіз осыларға, Енді жоқ, ондай сән деп ондай емес, бірақ сол кезде жаңағыдай бағанағы жігіттің әуелетіп доп тепкені TikTok парақшамда миллионнан аса қаралым жинап, солай кішкене елдің назарын бұрғанымыз бар енді. Қазіргі кезде ол әдіс арқылы жоғары жетістіктерге жетіп жатырмыз дейсіз ғой. Енді, біреу жаңағыдай сіз айтып жатса әуелет доп тебу деп таниды, жаңа біреу бапкер деп таниды, біреу футболшы деп таниды. Футболшы деп таниды, Немесе біреу блогер деп таниды. Жаңа өзі айтқандай. Жауабыңызға рахмет. Айтпақшы достар, бізде кезекті Айдар құпия сыр айдарына келіп қалыппыз. Енді бүгін біз Бағдәулет ағайымыздың қандай сырына куә болады екенбіз? Құпия сыр. Бағдәулет, сіздің бір құпияңызға, жеке өміріңізге кішкене үңіле кетсек, сіз өзіңіздің келіншегіңізбен жасырмаймыз, келіншегіңізбен қалай таныстыңыз, сол жайлы айта кетсеңіз, махаббат дастаныңызбен кішкене бөлісе кетіңізші. Енді бұл нәрсені енді жаңағыдай еш жерде жасырмағанбыз, ондай неміз жоқ, келіншегім бар. Қазіргі таңда 2 ұлым бар, үлкені 5-ке толып жатыр, кішкентай 3-ке толып жатыр. Футболмен айналысып бастап жатыр, қызығады деген сияқты. Ал келіншегіммен танысуға келетін болсақ, мектепте таныстық. Қызық қайда жатыр? Мектепте таныстық. Солай, ол мен өзім жаңағыдай спорт классында оқыдым. Қалада Саттар Ерубаев атындағы 24-ші мектепте спецкласс дейтін болды бізде. Жақсы бапкерлерге сондай бізді киіндіріп, тамақтанып, сол мектептен біз Ордабасы жастар сапына ауысқан кезде мен өзімнің бірінші оқыған мектебім Қазығұрт Мөлтек ауданындағы өзімнің мектебіме ауысу керек болды. Сол мектепке келіп, жаңағыдай енді мектеп бітіретін кездерде солай көріп танысқанымыз бар енді. Одан кейін жаңағыдай кейінде оқуға түскеннен кейін сөйлесіп солай болып кетті ғой, жалпы қысқа нұсқа. Негізі мектептен басталды дейсіз ғой. Сол кезде танысқанмын, былай, білем. Танысқансыз, кейін уақыт өте келе жүрдіңіздер, уақыт өте келе, дос болып жүрдіңіздер ме басында? Просто білем, танысқанбыз, солай. Керемет. Негізі, маған қызық болып тұрған сұрақ, сіз негізгі мамандығыңыз қандай болды? Спорт саласында оқыдыңыз, Бірден спорт саласында. Негізі, бапкерлердің көбісі спортты оқымаса да басқа мамандықта оқып, содан кейін кетіп қалатындар да бар ғой. Ондайлар көп, спорт оқыдық бірден. Жалпы барлығымыз білетіндей, сіз Ордабасының бапкерісіз, Ордабасының жастарының, және сіздер осы жақында тәжірибе жинау үшін деп айтсақ та болатын шығар, Ресей, Хорватияға барып келген болатынсыздар, Ол кездегі сіздердің нәтижелеріңіз қандай болды, көңіліңіз толды ма? Қалай болды, жалпы қалай барып келдіңіздер ол жаққа? Жақсы сұрақ, Біз осы жылы U15 дейді, 2011 жылғы балалармен бірінші жазда Хорватия еліне турнирге бардық. Ол жақта енді оңай болған жоқ. Жаңағыдай виза істеттік, Астанаға барып. Астанаға
одан кейін через Ташкент, Ташкенттен Стамбул, Стамбулдан Загреб, Загребтен ары қарай тағы 7 сағат автобуспен деген сияқты жолдың өзі оңайға соққан жоқ. Бірақ біз бағанағыдай бір күн ерте бару үшін солай билеттерді алған біздегі білікті мамандар. Бір күн ерте барып, біз демалуымыз үшін, өйткені ояқта сағатта басқа. Жалпы Хорватиядағы турнирге тоқталатын болсақ, деңгей өте жақсы. Әлемнің 100-ге жуық мемлекетінен түрлі жастағы ойыншылар арасында турнир болды. О жақтағы результат 1-4 қазақстандық командалардың ішінен біз ғана 1-4 финалға дейін бардық. 1-4 ойында украиналық енді футбол әлеміндегі жанкүйерлер біледі. Шахтер Донецк дейтін. Шахтер Донецк дейтін командаға түстік. Енді қалай айтсам екен, 2-0 есебімен ұтылдық, бірақ жігіттер сенімді ойнады, өздерін қолдан келетін түсінді, керемет опыт болды деп айталам. Одан кейін осыдан бір ай бұрын Мәскеу, Россия, Мәскеу қаласында UTLS Cup дейтін турнирге барып, о жақта да қалай айтсақ екен, ана командалардың атын естіп шошуға болады. Бразилия Флуминенсе, Спартак Москва, жаңағыдай сербиялық Црвена звезда, сондай топ клубтар, былай айтқанда. Біздің группада бразилиялық жаңағыдай Флуминенсе деген команда болды, және де Локомотив Россия, сосын жаңағы Спартак Мәскеу. Біз жалпы 4 ойын ойнадық ол жақта, 2-ін ұтылдық. Оның біреу жаңағы бразилиялық жігіттер, енді ол бөлек. Жаңағы ресейлік командадан ұтылдық, және Спартак Мәскеумен 1-1 есебімен ойнадық, және белорусиялық Минскті ұттық. Ол жақтағы нәтижелер осылай. Енді әрине жастарымыз өсіп жатыр, жастарымыз дамып жатыр деп жауып жіберуге болады. Ол керемет опыт алды деп. Бірақ өзім бапкер ретінде ол жақта бапкерлік жаңағыдай конференциялар болды, Қазақстанның атынан, Ордабасының атынан, топ білікті мамандардың атынан алдында выступать етіп, Шымкентімізде, жалпы Қазақстанымызда қалай футбол дамып жатқаны туралы орысша жаңағыдай презентацияларымды ұсынып, және сол жақта общий залда қойған сұрақтарына жауап бердім. Бағанағы жастардың нәтижесіне келетін болсақ, жаман емес ойнадық деп айтам. Жаман емес ойнадық, және балалар өздері түсінді ойнауға болатынын. Қолдарынан келеді барлығы. Шымкенттің тарихында 13 жас кездерінде мен өзім лично ондай уровеньде футболда 13 жасымда ойнап көрмеппін. Енді ана жақта футболға деген көзқарас, анау автобуспен, рациямен барып түсесің, бір кісі күтіп алады, ары қарай ол кісі раздевалкаға дейін апарады, раздевалкадан полеға дейін бір кісі күтіп алады. Ерекше сезім, негізі. Анау организация дейді, ұйымдастыру жағы деген енді керемет. 6 жақтан камера, медиа жұмыс істеп жатыр, фотоаппарат, запись қайттан көретін болсаң, ол жақтары енді өте керемет болды. Енді ол жақта бізге қолдауын білдіріп, Бахтияр Зайнуддинов дейтін жаңа ұлттық құрамада ойнадық дедік қой. Сол кезде бірге ойнаған командаласымыз, тараздық бауырымыз келіп, бізге қолдауын білдірді. Енді ол дегеніміз енді Москвада, Ордабасының, Шымкенттің жаңағыдай Бағдәулет бапкер келіп жатыр, Ордабасының қазақстандық жігіттер келіп жатыр деп, жігіттерге сәттілік тілегеннің өзі бізге бір үлкен мотивация болды. Үлкен мақтаныш болды. Жаңа жігіттерге де айтып жатырмын. Жігіттер топ игрок, Қазақстан ұлттық құрамасының ойыншысы, сендерге келіп сәттілік тілеп жатыр. Ол дегеніміз өте керемет қой деймін да. Енді солай, жалпы Бақтияр бауырымызға ол жерде рахмет айтамыз. Алғыс білдіреміз. Жалпы жаңағыдай екі шетел турнирін көргеннен кейін балалардың өскенін бапкер ретінде өзім байқадым. Және оны біздің де үстіміздегі руководитель, жаңағыдай басшылық байқады.
Енді сол нәрселерді алдағы уақытта мүмкіншілік болып жатса, біздің жастарымызды ордабасыны болсын, басқаны болсын, шетелдерге, турнирлерге көбірек жіберсе екен деп тілейміз. Керемет. Және осы жерде бір қалай ойлайсыздар, бір сергіп алсақ, ойын ойнасақ деген сияқты. Не ойын болды? Бізде құрметті көрермендер, бізде ұят емес көрермен айдары болып жатыр. Яғни бізде осы құпия қорапшаның ішінде, құпия ыдыстың ішінде көрермендерімізден келген өздерінің анонимді тұрғыда әңгімелері. Осыны сізге оқытсақ, кішкене талқыласақ, сергіп алсақ, таңдасаңыз. Ұят емес бағдарламасы, ұят емес деп атын күшті қойыпсыңдар деп жаңа келгенде де айтып жатырмын. Қыздарға ұят емес. Бұл сонда көрермендердің жазғандары. Оқи кетсеңіз, көрермендердің жазғандары. Өздерінің қызықты оқиғалары. Мен өзіммен бір жас кіші баламен сөйлесіп жүрем. Бұны қыз жазған ғой, иә? Сондай оқытыр ғой, иә. Енді баламен дегеннен кейін қыз ғой. Ол мені ұнатады. Ал мен отшивать етіп жүрем. Бауыр басып қалғам. Бір күні түнгі 2:30-да үйіне барып сөйлесейікші десем, бетіме қарап үйіне кіріп кетеді. Мәссаған. Қиын-ау, мынамен сөйлеспей ақ қояды. Мен заборын қағып тұрдым, мамасы шықты. бір бәле точка шақырып, в общем, атын жасырған екен, жібересіз ба десем, мамасы шақырып, сөйлестіріп, мені таксиға салып жіберген. Ұялам, но пофиг, қызық болды дейді. Мәссаған. Түнгі 2:30-да үйіне бару деген. Батылыстық қой. Енді қыз баласы болып, жаңағыдай баламен, енді қалай айтсам екен, сондай сәттерінде жүрген шығар, бір сондай сәттер болады ғой, бір қалай айтсам екен, жаңағыдай, қалай айтсақ екен, әдеби тілде көзіне бір очки киіп жүрген бір махаббат кездері болған шығар. Розовый очки деп жатамыз ғой. Розовый очки деген сияқты бір нәрселер болған шығар. Енді сабақ оқу керек, өздерің сияқты мынандай істің маманы болу керек. Ары қарай бәрі болады, Құдай қаласа. Тағы да бірақ қызық екен түнгі 2:30-да барды деген. Конечно, енді. Тағы да келесісін алсақ. Негізі қызық жазыпты, иә? Иә. Ойлаш, барасың түнгі 2:30-да мамасы шығып тұр. Так, 4-ші сыныпта оқитын кезім, өзімді мықты санап жүрген едім, менімен жарысып жүретін бала бар еді. Бір күні ол жүгіріп келе жатқанда шалып қалдым. Ол гүрс етіп құлап, мұрны қанап кетті. Сол сәтте бойымда бір жеңіске жеткендей болдым. Бойымда бір жеңіске жеткендей болдым. 4-ші сынып. Иә, 4-ші сыныпта енді бұлай, енді балықпен болған шығар, енді басқа шығар, бірақ ол кездер жаңағыда, енді бізде жаңағы бапкерлік саласында болғаннан кейін жарысатын ойындары қызық шығар, может, өзін бір үлкен мықты қылып көрсеткісі келген шығар, бірақ дұрыс емес. Бір жігіттің мұрнын қанатып деген ол әрине дұрыс емес. Жеңіске жеттім деп ойлаған. Иә. Бірақ енді, иә. Анонимді болғаннан кейін бәрін өлтіріп жазған екен. Тағы бір айналдырып жүрсек. Үшіншісін ашып бақсақ. Қанша өзінің ішінде көп сияқты. Негізі өте көп. Негізі біраз бар. Бірақ біз 3 рет қана жүргізсек. 4-5 сынып оқитын кезім, мен лентаның ақшасын жинаймын да, оны сумкамда қалтасына салып қоямын. Кейін апай сұрағанда таппай қаламын. Мамама айтып, директор завучтарға шақырып, ушу шығарып, таппай, қайтып кешке сумкамда қалтадан түсіп кетіпті. Позор, апай сенбейтін болды дейді. Иә. Енді ондай сәттер өзімде болмапты, бірақ енді апай кешіретін шығар деп ойлаймыз. Енді 4-5 класста деген ақша жинау деген, енді ол да бір үлкен жауапкершілік қой. 4-5 класста ақша жинау кластың деген. Енді көп ақша ма, аз ақша ма, оны білмейді екенбіз, бірақ қанша ақша болса да қызық жағдай екен. Қайтадан сұхбатымызға көшетін болсақ. Ал енді сіз өзіңіздің бір қызықты, бір позор болған кездеріңізден бір оқиға айта кетсеңіз, көрермендерді жалғастыра кетсек. Позор болғанда енді ондай, позор болған. Ят емес? Иә, біздің бағдарламада ештеңе де ят емес. Ятты болдау, бірақ ят емес деп өзіміз қабылдайтын.
ұят болайын деп қалған кезіміз Ұят, бар. Ұят аха. болып, кәдімгідей өзімді біртүрлі сезініп, жаңағыдай кез болған кез бар. Ол бағана футболмен жүрген кезіміз, Алматы қаласында жарысқа барған болатынбыз. Бұған дейін мен биыл Ордабасыда істесем, оған дейін 3 жылдан аса Оңтүстік Академия БИК дейтін бізде футбольный клуб бар. Сол жақтың балалармен жарысқа кеткен болатынбыз. Сол кезде біз барарда билетпен бардық, және де маған айтып жіберген. Бағдәулет, баратын кезде Алматы 1-ден түсесіңдер, қайтатын кезде Алматы 2-ден мінесіңдер. Сонымен я дейміз, жаңағыдай жолға шығып жатырмыз, барамыз, турнирді ойнадық, бәрі жақсы, результат жақсы, бірінші орын аламыз. Сонымен жаңағыдай бапкерлер жатырмыз, жаңағыдай көмекші ағай бар қасымызда, қақпашы бапкер бар. Көрдіңдер ма билетті жаңағыдай? Қайсысымен қайтамыз, бір тамақ ішіп отқанда айттық, жаңағыдай ғой деді біреуі. Қайсысы екен есімде емес, бір ағайымыз. Сөйтіп мен де қарамағам. Сөйтіп жаңағыдай автобусты 10-да мінетін болсақ, 9:30-ға шақыра берейік. Қоя беріңдер, 9-ға шақыра берейік. Барсақ бір вокзалда отырамыз деп айтқаным есімде. Сонымен бағанағыдай бізді Алматы бірге апарып тастайды. Барамда сразу жаңа билеттерді қараймын, сөйтсем біз Алматы 2-ден кетеміз. Сағатты қарасақ уже жаңағыдай 9-дан уже бір 20-ма 30-ба кетіп қалған. Бізде 10-да пойыз. Сонымен тез қайта кіріп жаңа қарағанымыз болып тұр ғой. Айтпесем жаңағыдай пойызды қуалап, может бір таксимен кетіп қалатын бек, немесе жаңағыдай Шымкентке дейін 20 баламен енді ол жерде бағанадай отчет өткізесің, бағанадай енді ұят қой, былай айтқанда. Жауапкершілік өзім енді ұялдым сол кезде. Сөйтіп тез бағанағы спринтерді шақырып, звондап, мен кетіп қалдым ғой дейді, ақшаңды береміз, айналайын, келші. Кезірек кетуіміз керек. Сонымен ол келді. Сонымен жаңағыдай жүгіріп барғанымыз рас. Сол сәтті кейін бірақ ешкімге айтқан жоқпыз. Ешкімге де, бірақ енді осы жерде бағанағыдай нәрсе болғаннан кейін біреуге жастар көретін болса да, бағанағыдай біреу көретін болса да, алдағы уақытта қай жерде жүретін болса да, Астанада да сондай. Бізде 2 вокзал бар қазір. Астанада да 2 вокзал бар, Алматыда да 2 вокзал бар. Дұрыстап қаралған. Мұқият болып жүрсін деген ниетте. Солай, осындай қызық жағдай болған. Бізде ұран қалайық, бұдан кейін ұят болайын деп қалды, бірақ ұят емес. Сондай ұят болайын деп қалғанымыз бар. Жалпы сізде тағы да бір өте керемет нәтижеңіз бар деп айтсақ та болады. Рысбек футбол клубының негізін қалаушы деген екенсіз. Жалпы сол туралы айта кетсеңіз. Жоқ, жаңа айттыңыз ғой. Жалпы бапкер болу үшін де, футболшы болу үшін де қаншама сізде қиындық болды, немесе сізге мотивация беретін адамдар болды. Ал мынау футбол клубын ашу үшін менің ойымша одан да үлкен мотивация болу керек деп ойлаймын. Сіз қалай аштыңыз бұл нәрсені, сізге кім көмектесті? Енді керемет сұрақ. Рысбек футбол клубы жаңа атын қойып жатқаннан бастап өзінің бір керемет оқиғалары бар. Бұл туралы енді қазір бізге 5 жыл болды, 5 жылдығымызды атап жастарға турнир бердік. Оған дейін 1 жылдықтарында ата-аналармен жиналып, бағанағыдай үлкен банкет залында бағанағыдай атап өткен кездеріміз де бар. Жалпы бағанағы футболшы болып ойнап жүргеннен кейін басталды ғой енді осы нәрсенің бәрі. Бір кісілермен қосылып істеп жүрген кезіміз болды. Ол кісілер мені жаңағыдай шеттеткісі келіп, басқа жаққа жіберді, бір жерлерде жүрдім. Мені ең қызық нәрселердің бірі футбол мектептері мені жұмысқа қабылдамаған. Жоқ, енді сол кезде де айтсам болады, мен сборныйда ойнадым ғой, мен футболистпін ғой деген ойлар болды. Бірақ сол кезде түсіндім, сен әлі ешкім емессің, айналайын қарағым, Бағдәулет, жұмыс істеу керек. Сонымен жаңағыдай спорт мектептеріне барған кездерім болды. Даже частный школаның өзі мені бізге опытный тренер керек деп алмай қойған кез болды. Қаламызда спорт мектептері вакансия жоқ, анау күте тұр деп алмай қойған кездер болды. Біз бір спорт мектептің жанында жүріп
істеп жүргенімді көріп олардың басшылықтары анау ағып жүр, типа ол жүрмесін деген сияқты әңгімелер де болған кез болды. Жалпы содан басталды, енді ауытқымайық жаңағыдай. Мен жаңағыдай айтып кететін нәрсе осы жерде, мен асық дейтін үйірмеде де бапкер болып Қазақстанға дейін чемпиондар дайындаған. Енді ол алдағы уақытта бір айтып өтерміз, бірақ жаңа Рысбек футбол клубы бағана футболшы болып тастағаннан кейін басталды кәдімгі аулада, тастың үстінде балаларды шақырдым. Бірінші күні 3-4-5 бала келді, екінші күні 10 бала, үшінші күні 20 бала. Бір 2 апта, 3 аптадан кейін қарасам, 40 бала жүргенін өзім байқамай қалдым. Солай 40 бала жүргеннен кейін жаңағыдай енді балалармен сөйлесе келе, ата-аналармен сөйлесе келе, өзімнің осы жерде бір нәрсе бере алатынымды сезе бастадым, сенімділік пайда бола бастады. Енді, конечно, қиыншылықтар болды, бағанағыдай қысқа дейін жабық алаңға өту керек кездеріміз болды. Жабық алаң, спорт зал, бір нәрселерге барған кезде ол жерде кісілер бағанағыдай барасың, ана жердің балалары саған қарай келе бастайды. Ол жерде кісілер сені былай айтқанда енді жақтырмай бастайды деген сияқты ғой. Ондай сәттер өте көп болды. Әрине қиындықтар. Ондай сәттер өте көп. Бірақ соның бәрінен өттік. Енді қазіргі таңда балалар жаттығып жатыр, 150-ден аса бала жаттығады, 200-ге жуық бала жаттығады. Бапкерлер бар, апай ағайларымыз бар, мобилурықтарымыз бар. Ішіндегі балаларды спортқа баулу, былай айтқанда, спортқа баулу және телефон, сотка ойындарынан алшақтату бірінші мақсатымыз. Бірақ біз өзіміз енді жаңағыдай, өзім жаңа айтып жатырмын, оңтүстікте жүрдік, өзіміз ойыншы болып ойнадық, бапкерлік саласында жүрміз, жаңа шетелдерге барып жатырмыз. Қандай білім алам, қандай бір инсайт дейді, сондай нәрсені алам. Алып келіп, осы Рысбек футбол клубының бапкерлеріне беруге тырысам, және балаларға беруге тырысам, және жақсы ойнап жатқан ойыншыларымызды бізде оңтүстік болсын, Ордабасы болсын, жақсы 17-ші спорт школа қай жер бізден ары қарай үлкен алаңдарда, үлкен жарыстарға шығара алады, мүмкіндіктері өте көп. Сол жаққа қарай беруге тырысамыз. Және бізден 2-3 ойыншымыз қазір Ордабасымен болсын, оңтүстікпен болсын, Сербия еліне, өзіміздің Рысбек футбол клубынан шыққан ойыншыларымыз Сербия еліне барып қайтып жатыр. Керемет. Хорватия еліне барып қайтып жатыр. Енді біз үшін ол өте үлкен жеңіс, нәтиже. Сіздің жұмысыңыз тікелей балалармен, қатысты болып келеді. Сіз жасөспірімдермен қалай тіл табысасыз? Негізі оңай жұмыс емес қой балалармен жұмыс жасау. Сіз олардың тілін қалай таптыңыз? Немесе қалай тауып жатырсыз? Енді қалай айтсам екен, бұл мақсатта әлі де ізденудемін. Жаңағыдай психологиялық кітаптарды қазір оқып бастап жүрмін балалармен, жас ерекшеліктеріне қарай. Енді бірінші очередь баланы және де өзіңнің ісіңді жақсы көру керек деп ойлаймын. Жаңағыдай раздевалкаға кіргеннен бала кейде көңілі түсіп келеді, кейде жаңағыдай қуанып тұрады, кейбіреуінде үйінде проблемалар болып жатады, жаңағыдай отбасылық мәселелер болып жатады. Оны енді біреуге айтады, біреуге айтпайды деген сияқты. Енді көбірек арасында уақыт болса, көбірек сөйлесуге тырысам өзім. Және де жаттығу барысында көбірек подсказ беріп, поддержка беріп, бағанағыдай. Енді біліп тұрсың, бағанағы бала жақсы ойнайды, бірақ бағанағыдай бір себептеріне байланысты өзін дұрыс көрсете алмай жатыр. Ондай кездерде бапкерлік тараптан өте қолдау қажет. Және ойыншы ойнайды, бапкерден нағыз қолдау болған кезде. Ол бала бәрін біледі, сенен қолдау болып жатыр ма, болып жатқан жоқ па, ол бәрін сезеді. Және, конечно же, саған қарайды ғой, енді қазір әлеуметтік желінің өзі де көмектесіп жатыр. Басыңнан аяғыңа дейін қарайды ғой, ағай не киіп келді, жаңағыдай бит дейді ғой, ағай қалай киініп келді, қандай свистогын ұстап келді, соған дейін аңғаратын ойыншылар бар. Жалпы, яғни психологиялық тұрғыдан да сіз баланы оқи алуыңыз керек дейсіз ғой? Конечно, Және де біздің әр футболистерге қойылатын қазіргі таңдағы ең бірі, ол егер де сіз футболист болмасаңыз, кім болатын едіңіз? Немесе кім болуды армандадыңыз? Қандай мамандықта болар едіңіз?
егер өзіңізді футболист болып сезінбесеңіз, немесе футболист болмасаңыз, бапкер болмасаңыз? Былай айтсам, қалай айтсам екен, бұл жерде футболист болғым келді, бірақ қандай да бір деңгейге дейін ойнадық, одан кейін бапкерлік саласында жүрміз. Егер де бапкер де, футболшы да болмаған кезде ойланбаппын. Елестете қиын. Елестете алмайсыз ба? Бірақ жаңағыдай футбол мен жаңағыдай бапкерлік осылай қалай болады екен деп жүрген кезде пожарный қызметкерліктеріне маған жұмысқа шақырып, пожарныйларға бір футболдар ойнап беріп, олар мені жұмысқа алып, жаңағыдай үйдегі әкем уайымдап, кіріп ал жаңағыдай пожарный жұмысқа. Жұмыс тауып тұрған кезде кіріп ал. Үлкендер енді уайымдайды ғой, бір жұмыс иесі болсын, жаңағыдай. Соған кіріп кетейін деп, папа қойыңызшы, жаңағыдай. Әкеме айтқанмын, өзім жаңағыдай, мен жаңағыдай футболдың сферасында бір бәле әлі бере алам деген сияқты айтып, солай айтқаным рас. Бұл жерде не айтып кеткім келіп отыр? Жас футболшыларға жақсы ойнап жүрсең, сені барлығы статистика бойынша барлығы профессионал футболист болмайды. Оған бәріміз дайын болу керекпіз. Бұл жерде айтып кететін нәрсе, жақсы футболшы болсаң, жақсы ойнап тұрсаң, сені пожарный да тартады, сені жаңағыдай полиция да тартады. Сені қазір бүкіл мекеме, банктердің бәрі қазір футболмен шұғылданатын болған. Бәрі спортпен футбол арқылы футбол әлемді біріктіреді деп мен өзім парақшаларымда жазып қойғам. Сол сияқты қазірде сіздермен футбол әлемінде жүргеннен кейін келіп танысып білісіп отырмыз. Жақсы ойнап, спортпен шұғылданыңыздар деп айтамын, болды басқа. Жалпы осы орайда бір керемет жаңалық айта кетсем, бүгін біздің подкастымызбен тұспа-тұс келіп отырған Қайрат пен Реал Мадрид ойыны болайын деп отыр. Бұл подкаст кейінірек шығады, бірақ бүгін біз түсіріліміз 30 сентябрь. Яғни Қайрат пен Реал Мадрид ойынына болжамыңыз қандай? Жалпы кімге жанкүйерсіз өзі? Енді Қайрат пен Реал Мадридтің ойынына әрине барамадық. Енді қатты өзім әрекет жасап, жаңағыдай аккредитация дейді ғой, сондайға өтінім тастап көрдім, бірақ енді отказ келді. Ешқандай не жоқ? Реніш жоқ? Конечно, ол жерде. Олар кісілер жаңағыдай қасымдағы үлкен кісілер де звондап сұрап жатыр, бағанағыдай УЕФА-дан жаңағыдай арам деп жатыр. Жалпы телевизорден көретін боламыз, Құдай қаласа. Енді Қайратты қолдаймыз. Мен өзім жаңағыдай шетелдік Реалды, Барселонаны жастайымыздан көріп өстік қой, бірақ Қайратты қолдаймыз, Қайратқа сенеміз. Қазақстанның атын шығарып отқаннан кейін дейсіз. Қайрат ұтсын деп тілейміз, тарих жасасын деп тілейміз. Бірақ ол өте қиын болайын деп тұр. Ол өте қиын болайын деп тұр. Есеп? Сіздің ойыңызша, болжамыңыз бойынша? Енді, конечно, бағанағыда айтып жатырмын ғой, өзіміздің Қазақстанның клубы Қайратқа бәлет етеміз, қолдаймыз, бірақ кемі бір 3-4 гол есебімен 3-1, 1-3, 1-4. Ірі есеп болмайды дейсіз ғой? 1-3, 1-4 болатын шығар деп ойлаймын. Подкастымыздың соңына да келіп қаппыз. Енді қорытындылай келе, қорытынды сөз айта кетсеңіз? Қорытынды сөз ретінде мынау жобаларыңызға, ұят емес дейтін жобаларыңызға сәттілік тілеймін. Осылай қонақ қылып, мені шақырып атқандарыңызға рахмет. Мынау Мұхтар Әуезов университетін баяғыдан білеміз. Өте тарихы бай университет. Сіздерді жаңағыдай сіздерге кураторлық етіп атқан, осындай мүмкіндіктер беріп атқан апай ағайларыңызға, мына студияның артында қаншама адам еңбек етіп атқан барлықтарына сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта ұят емес жобасын үлкен жерлерден көрейік, былай айтқанда. Сосын мен де айтып жүрейін, осындай ұят емес подкастында, ұят емес жаңағыдай жобасында мен қонақ болайын деп мен мақтанып жүрейін сіздермен деген сияқты сәттілік тілейміз барлықтарыңызға. Рахмет. Келгеніңіз үшін көп рахмет сізге, бағдарламамызда. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Тек қана алға баса беріңіз, сынбаңыз, біз сізге сенеміз. Құдай қаласа, рахмет. Достар, біз сіздермен қоштаспаймыз, біз жай ғана келесі кездескенше деп айтамыз. Қош сау болыңыздар. Рахмет.